Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен жаздық өте дәмді салат курица с овощами жасап үйренеміз. Ол үшін бізге ең алдымен брокколи, цветная капуста, қияр және черри помидоры, руккола және тауық еті қажет. Ең алдымен цветная капустамызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп, кесіп дайындап аламыз. Брокколиді де дәл сондай әдіспен дайындаймыз. Олардың бәрін жуып, тазалап, турап алған соң, қайнап тұрған ыстық суда тұз және лимон салып, қайнатып аламыз. Әр қайсысын 3 минуттан қайнатсақ жеткілікті, ұзақ уақыт ұстаудың қажеті жоқ. Брокколимізді жақсылап пісіріп алған соң, оны суытуға қойып, келесі кезекте цветная капустамызды дәл осындай әдіспен қайнатып, дайындап аламыз. Цветная капустамыз қайнап болды, оны жақсылап сүзіп, ыдысқа салып, суытуға қоямыз. Ал ендігі кезекте осылай тауықтың төс етін кубиктап турап шығамыз. Өте ірі болу қажет емес, орташа көлемге тураймыз. Турап болған соң, оған тұз, бұрыш, паприка қалауларыңыз бойынша салып, үстінен соя соусын қосып, жақсылап маринаттап, 10-15 минут уақытқа қалдырамыз. Маринатталған тауығымызды осылай қызып тұрған ыстық майда жақсылап қуырып аламыз. 7-8 минут уақыт қуырсаңыздар жеткілікті. Тауық еті болғандықтан ол өте жылдам піседі. Ендігі кезекте черри помидорларымызды осылай ортасынан 2 бөлікке бөліп турап дайындаймыз. Одан соң қиярымызды видеодағыдай қиғаштап, ұзынша етіп турап шығамыз. Салатымыздың қажетті ингредиенттерін турап, пісіріп алған соң, салатымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен цветная капуста, брокколи, қияр, оның үстіне туралған черри қызанағымызды қоямыз. Одан соң қуырылған тауық етін тарелкемізге салып аламыз. Барлығын осылайша салып алған соң, үстінен дайын терияки соусын құямыз. Салатымыздың ең соңғы ингредиенті рукколаны жақсылап жуып алған соң, осылай салаттың жоғарғы бөлігіне әдемілеп орналастырамыз. Біздің салатымыз дайын, ол өте дәмді болып шықты. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.